Күнделікті 2 жұмыртқа жеудің денсаулыққа қандай пайдасы бар? Тауық жұмыртқасының пайдасы жөнінде үнемі айтылып жүр. Ал адам күнделікті 2 жұмыртқа жегенде ағзасында қандай өзгеріс болады? Бүгін біз сол туралы айтамыз. Бірақ видеоны бастамас бұрын каналға жазылыңыз, лайк басыңыз және қоңырауды басыңыз. Осылайша біз бастаймыз. Біріншіден, миды холиндер қорғап тұрады. Бастың ми жүйесінің байланысын зерттейтін фосфолипидтер холиндерден тұрады. Дәл осы дәруменнің ми құрылысына маңызды екені ғылыми дәлелденген. Адам 2 жұмыртқа жегенде осы элемент толықтырылып отырады. Холиннің жеткіліксіздігі есте сақтау қабілетін төмендетеді. Екіншіден, адамның көз жанары лютеин арқылы сақталады. Жаңа зерттеулерге